Түркістан облысында 2023-2024 оқу жылында 22 жазғы сауықтыру лагері қызмет көрсетеді деп жоспарлануда. Онда әлеуметтік жағдайына байланысты 35.482 оқушы бюджет есебінен тегін демалса, 20 мыңға жуық оқушы ата-аналар есебінен ақылы демалады. Сонымен қатар Қазақстан халқына қоры есебінен облыста 3421 оқушы жазғы сауықтыру лагерлерімен тегін қамтылмақ. Облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде өңір басшысы Дархан Сатыбалды лагердің жұмысын қатаң қадағалауды және балаларға жақсы жағдай жасауды тапсырды. Түркістан облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Маханбетовтің айтуынша, қала сыртындағы лагерлер маусым айының 1-10 күндігінде ашылып, жаз бойы 6-8 ауысымда қызмет көрсетпек. Жалпы биылғы жылы Түркістан облысында 22 жаз сауықтыру лагерлері балаларға қызмет көрсететін болады. Оның 7-і мемлекеттік, 15-і жекеменшік. Бүгінгі таңда, бүгін дүйсенбі күні 8 лагерге сес қорытындысы берілуде, қазір таңда нақты 2-і алды. Бүгін кешке дейін 6-і алынады. Онымен қоса 10 лагерге зертхана қорытындысы, топырағы мен суына зертхана қорытындысы алынды. Осы сәрсенбіге дейін оларға да сестің қорытындысы берілетін болады. Қалған 4-еуінің суы мен топырақ қорытындысы зертханаға тапсырылып, алыну үстінде осы апта толығымен аяқтаймыз зертхана қорытындысын. Балаларды жазғы сауықтырумен қамтамасыз ететін лагерлер бейнебақылау жүйелерімен, күзет қызметіне, байланыс құралдарымен, өрт дабылдарымен қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосатын дабыл батырмаларымен жабдықталуда. Осы орайда облыс әкімі бірқатар тапсырмалар беріп, жұмысты пысықтауды тапсырды. Соның бәрін қарап бақылауға алыңыздар. Тамақ, туалет, жататын жер ғой. Түсінікті. Сіздерде охранасы кім, нелерін барын тексеріп алыңыздар. Тексеріп атымыз қазір тізімін алып атымыз. Қызметкерлерін. О жағын барын ескертіп, жиын өткізіңіздер. Сол жерге бекітілген сіздің полицияларыңыз бар ғой? Бар, бекітілген. Сол сөйлерін ұжыммен ескерту жасасын. Ертең күн тағы бірден көп жүрмесін. Сондай-ақ Түлкібас пен Төлебидегі Самал және отбасылық үлгісіндегі балалар ауылы лагерінде облыстағы 2 отбасылық үлгісіндегі балалар ауылындағы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 152 тәрбиеленуші жаз бойы демалады. Ал тәртібі бойынша мектепшілік және полиция есебінде тұратын 1100 оқушы Төлеби ауданында орналасқан Тау Барысы лагерінде шатырлы лагермен қамтылады. Ал жаз айларында 266 оқушы Балдәурен және Бөбек республикалық оқу сауықтыру лагерінде тынығады. Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруда арнайы дайындықтан өткен 14446 педагог қызметкер жұмыс істейді. Сондай-ақ жоғары оқу орындары мен жастар орталықтарынан 95 волонтер, 80 колледж студенті дуалдық білім беру шеңберінде тартылды.